Ата, осы ұзақ жасаудың сыры неде, соған бір жауабыңыз берсеңіз. Атамыз болатын болса, биыл 1 ғасыр жасады. Нақ 100-ге келді, 1 ғасыр жасаған адам. 1925 жылы туылған кісі. Осы уақытқа дейін атқа міне береді, малға да қарап, суын беремесе да шөбін беріп жүрген бұл кісі. Мына кісі болатын болса, менің әкем болады. Мен батаны көп алдым, елге қайырымызды көп істедім, батаны көп алдым. Сол батаның арқасымен мен сол менен жақсы өзі жақсы адамға маңғысылық орын бар деп, сол жақсы жолмен жүрдім, ұрлық өтірік нетпедім, шамам келгенше жастарға тәрбие бердім. Сонымен көп жасаудың ол уақытысында біз тары талқан жеп, сонымен шоңайдық. О кезде мына нан деген жоқ, тары ғана жейміз. Сонымен сол халыққа қайырымдықты көп істедім, көп баталдым, соның арқасымен böyle көп жасадым. Сол Арасын ауданында, Бұраталаның Арасын ауданында 27 жыл қожалықта мал бақтым. Сол уақытта сонымен денсаулық күні бүгін жақсы әзір. Шалғында тарта берем, атқа да мініп жүре берем. 100-ге келдім дейін міне. Жастарға ақыл тәрбиеңізді айтып жүрсеңіз. Жастарға ақыл тәрбие, жақсы жүріңдер, ұрлық мал өтірік айтпа. Мына өкіметтің партия саясатымен заңның жолы менен жүріңдер деп тәрбиені көп бердім. Оздатмашы болдым. Бірнеше онға сыйландым. Сонымен көп жасағанға осындай пәкіттер менен көп жасадым ғой. Үлкені сыйлап, кішіні құрмет еттім. Қолымда жоқтарға жардам қылдым. Бәріне сонымен осындай халменен көптің ықыласын алып осы даражаға келдім міне. Мінекей атамыз және де 100 жыл жасаңыз, рахмет. Мына кісі болатын болса, менің атам болады. Мына кісі болатын болса, менің әкем болады.